тойда. Асабалар оны құрметтейді, Асекең ән айтса құр кетпейді. Осылай көпшіліктің қошеметіне бөленіп жүрген өнер иесі жақында тентектігімен көзге түсті. Әлеуметтік желілерде жүрген бұл видео ел аузында. Асабаға жұдырық ала жүгірген жұлдыздың бұл әрекеті әдептілікке жатпайды әрине. Тойда төбелес шығарған әншіні әріптестерді түсінер емес. Негізі естідім осыны, бірақ енді Асқат жайлы айтатын болсам, осы танысқанымызға бір 4-5 жылдай болды. Асқат негізі жуас, біреудің бетінен қақпайтын жігіт. Негізі Асқат жайлы айтатын болсам, ол төбелескенін осы кезге дейін көрмеппін. Енді адам болғасын кейде бір ашу көретін кез болады. Біреулер үйдей пәле үндемейтін жуастан шығады деп жатыр. Енді біреулер бұл видеоның шындығына күмәнданады. Асқат ана жігітті алып ұрғанына сенбедім өз басым. Өйткені енді адам шама мүмкіндігі көрініп тұр ғой енді. Бейнебаян жасанды. Ол төбелесуі, анандай жағдайы Асқар жаңағы чеп-чепті айтатын жігіттің. Осы арқылы пиар жасау, яғни халықты алдау ғой. Ол дұрыс емес. Өнердің ақ жолмен жүріп үйренген Ақжол аға қара пиар дегенді қаны сүймейді. Сондықтан Асқаттың айласын әшкере еттім деп ойлауда. Алайда Тарғынов тартынып қалмақ емес. Бұл видеоның шындығын айтып шырылдап жатыр. Тойда төбелес шығарған бұзық әншінің қызық оқиғаға байланысты айтары бар. Тойға бардым. Тойда мені 1 сағат күттірді. Менің алдында жас әншілерді жіберді. Мен өзімді сабыр сақтап күттім. Келесі состан кейін шығасын деді. Бір әншілер жіберді. Сосын келесі состан кейін шығасын деді. Жарайды дедім, ішімнен сабыр сақтадым. Негізі барғаннан ол жерде мен дұрыс сөйлескен жоқ. Барғаннан өзінше андай енді. Мен бірдеңе сұрасам дұрыс жауап бермейді. Маған бір өші бардай сөйлесті да. Сосын мен енді жарайды дедім, мен сабыр сақтадым. Мен сабыр қылайын деп сабыр өзіме кішкене дастарханда күтіп отырдым. Бір кезде осы состан кейін шығасын деді. Дайындалып тұр едім, бір баланы жіберді, әнші баланы. Сосын барып жақындадым, сен неғып мені жібермедің деп едім, той иесі мына баланы жіберші, көп күтіп қалды деп айтты деп сөйледі. Осыдан кейін антракты болады, антрактын сен бастайсың деді маған. Мен той иесі ана баланы жіберші деп айтқаннан кейін енді той иесіне бағынамыз ғой, жарайды деп оны да күттім. Бір кезде антракты болды, бір нелер сөйледі, бір тос сөйлегеннен кейін енді антракты бардың ортаға биге шығыңыздар деді да, мені хабарлама дедім, тағы мені хабарлаған жоқ. Басқа музыка қойып жіберді да. Сосын бір кезде ашуланып кеттім, мен шыны керек, ашуға міндім. Сосын негізі мен дайындалып тұрам аппараттың қасында, колонкаға шығайын деп, мені хабарлайтын шығар. Сосын айттым, мен уақытым жоқ, мен саған айттым қазақшылап. Неге мен жүрмейсің жаңағы? Бір тос күттім, 2 тос күттім, 3-ші тос антракты сен бастайсың дедім. Неге басқа музыка қойып жүрсің? Неге мені хабарламайсың? Мен бастап беретін едім ғой деп. Сонымен ол келді да маған дөрекі сөз айтты, енді қатты бүйтіп. Ол жерде музыкада бірімізді естиміз, бірімізді естімейміз. Сол кезде кішкене ашуландым енді, бүйтіп иығынан бүйтіп еттім да, нұқығандай қылып енді, бауырым сен дұрыс емес деп. Сол кезде мен жағымнан салып жібердім. Ол кезде енді кішкене халықтың көзінше андай қылып жібергеннен кейін мен қарап тұра алмадым. Әркімнің өз шындығы бар. Асқатты сүттен ақ, судан таза деуден аулақпыз. Сондықтан тоймен жұлдыздан таяқ жеген жәбірленуші асабаны тауып алдық. Оның бұл жағдайға байланысты айтқан нұсқасы мүлдем басқа болып шықты. Тілеп кетіп тұрсам деп құлағына ызыңдай береді, қашан шығам. Тойдың егесінің өзінің тапсырмасы болды арнайы. Осыдан кейін наны істе, наны былай бейт деген. Мен шамал тұра тұр дедім, тек айтқаным. Баласын тұрма, жоқ әлде білмеймін ғой, енді не істеген. Кеуденіме итеріп, тіптен өзі бастап ұрып, бала қаттап отыр. Мен ондай емес, жұлдыз болса өзінен жұлдыз. Оны басқа біреу істесін, оның үйінде істесін. Асқаттың әрекетін тоймен достары еркектікке, аға буын жұлдыздар тентектікке жатқызады. Кім не десе де онсыз да чеп-чеппен абыройы күмәнді болған Тарғыновтың атына тарыдай болса да дақ түсті. Ал төбелес шығармаса да шатақ